Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақты көрден алдын мені каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістікті қайталау. Қайталау сабақтары болады. Бүгінгі сабақтың мақсаты дара және күрделі етістіктерді анықтауды үйренемін. Тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырамын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табамын. Бүгінгі сабағымыз 114-ші сабақтың алғашқы жаттығуы 42-ші жаттығу. Мәтінді қатесін түзеп, көшіріп жаз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайды. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Бұл жерден мәтіннің қатесін түзейміз балалар. Бұл деген сөз адамдар дұрыс жазылған, ғарышқа, бұл да дұрыс жазылған, ұшуды деп қойған, е? Бұл жерде у әрпінің орнында ө әрпі болу керек, ұшуды деп, е? Армандайтын. Нүкте дұрыс. Бұл да дұрыс. Арман орындалды. Бұл да дұрыс. Ғарышқа дұрыс жазылған, алғаш рет дұрыс жазылған болды. Юрий Гагарин ұшты. Бұл жерде Юрий деген, Гагарин деген адам есімдер болғандықтан олар үлкен әріппен жазылады. Оны үлкен әріппен жазып қойын, Юрий Гагарин деп, е? Осылай қатесін түзеп, мәтінімізді дәптерлерімізге көшіріп аламыз. Дара етістіктердің астын сызамыз. Бұл жерде дара етістіктер. Қай етістіктер? Орындалды, ұшты, ұшуды деген сөздер. Бұлар дара етістіктер болып саналады. Бір сөзден құралған етістіктер дара етістіктер деп атаймыз. Осылай жазып қоямыз балалар. Келесі жаттығуымыз 43-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды, я? Енді біз оған мәтін құрастырамыз, тұңғыш қазақ ғарышкері деген тақырыпта. Қазақстан ғарышкерлерді туралы дерек көздерден біліп алдыңыз. Тұңғыш қазақ ғарышкері 1991 жылы 2 қазанда қазақтың тұңғыш рет қазақ жерінің Байқоңыр ғарыш айлағынан Тоқтар Әубәкіров ғарышқа алғаш рет ұшты. Осыдан кейін Тоқтар Әубәкіров әйгілі ғарышкер болды. Біздің қазақтың шыққан ең алғашқы ғарышкер Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров атамыз бұл бір алғаш рет ұшып өзінің сезімдерін ғарышта болған жақсы сезімдерімен алғашқы интервьюларында бөліскен, халыққа жеткізген. Енді бізде Қазақстан ғарышкерлері туралы Қазақстанда тағы да Талғат Мұсабаев деген ғарышкер және Айдын Айымбетов деген қазақтың батыр аталарымыз бар, я? Ғарышқа ұшқан, ғарыштың несін көрген, жүйелерін көрген, аспанды көрген, ғарыш кемелерімен ғарышқа ұшқан болған. Келесі 44-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады, ақылды білімге тоймайды. Керекті сөздер оздырады, тоймайды және аздырады. Көрдіңіздер ма? Жалқаулық бұл аздырады деген адамды азғын, жаңағыдегідей арқаға итермелейді деген сөз, да? Аздыру деген. Ал еңбек оздырады деген сөз. Еңбектенсең барлығынан озасын, алды боласын деген сөз. Еңбек етсең ерінбей, қарның тойар тіленбей демекші. Алдында болып барлығының
көшбасшы боласың деген сөз, табысың көп болады деген сөз. Ал ақылды білімге тоймайды деген сөз. Ақылды адам қанша білім алса да алғысы келе береді, тоймайды деп жатыр да, білімге тоймайды, құмар болып білім алғысы келе береді ақылды адам деп жатыр. Осылай әрбір керек ненің мақалдың мағынасын түсініп, біліп, одан кейін жазу керек балалар, иә? Әрбір мақалдың мағынасын түсініп отырыңыздар. Келесі жаттығуымыз 45-ші жаттығу. Кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде дейді. Кестеге бізге 3 сөйлем берілген. Тұжырымдар, олардың дұрыс не дұрыс емес екенін дәлелдейміз. Бірінші сөйлем. Етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Жоқ, бұл қате, иә? Етістік дегеніміз заттың қимылын білдіреді, иә? Іс қимылын білдіретін сөз табы болып саналады. Бұған біз жоқ дейміз, өйткені заттың атын білдірмейді, ол тек іс қимылын білдіреді. Екіншісі, дәлел деген жерге етістік заттың қимылын, іс қимылын білдіреді деп жазасыздар. Не жерге? Келесі екінші сөйлемде сұрақтары. Не істеді, қайтты, не қылды дейді. Иә дейміз, иә? Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты деген сөздерге, сұрақтарға жауап береді. Дәлел. Иә, осы сұрақтың барлығына жауап береді деп екінші дәлелге мына сөйлем жазасыздар. Осы сұрақтың барлығына жауап береді. Үшінші сөйлем. Балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен де ойынға қосылдым. Мәтіндегі етістіктер ойнап жүр, ойнап отыр, қосылдым. Иә, дәл осылар етістік болып саналады. Мұны да иә деп атаймыз, дұрыс, иә? Енді дәлелдейміз. Мәтіндегі етістіктер дұрыс көрсетілген, иә? Не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап беріп отыр еткені. Сондықтан бұны біз иә, дұрыс деп белгілейміз. Осылай дұрыс не бұрыс екенін, иә немесе жоқ деген жауап беріп, осы кесте бойынша осылай жазсаңыздар болады, иә балалар? Немесе былай астына жазып қойсаңыздар болады. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарға кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.